Buraya qozuldu. Ой, So'z жақсы. aytayın degan ekan qo'ysa. Qozuldu. Ой, жақсы әперейсі. Әңгімелесеңіздер. Кеттік дейді ойбай, тез бітіріп менде бір сағат дем албай. Дүкі енді қазір қазақ театрларының репертуарларының денін сіздің пьесаларыңыз бойынша қойылған спектакльдер құрап отыр деуге болады. Сол осы спектакльдің қожасы режиссер ғой, шынына келгенде. Труппа. Ал қазақ режиссурасы қазір қандай деңгейде? Бұл енді бір Көңіліңіз тола ма? қиын сұрақтар толады деп айтсаң, мынау бәріне қанағаттанып қалыпты ғой дейді. Толмайды деп айтсаң, олар тағы өрек ұша келеді, осы дулатқақ жақпай қойдық қой деп. Режиссерлар. Пьесасын қойсақ та дейді ғой. Иә, осыған не керек деп. Кейде мен драматургия жайлы жұрттар сынап атқанда, режиссураны, актерлік шеберлік сынап атқанда, мен кейде аузымда қолымда байланып қалатын тұстар болады. Өйткені олардың бір айтады, осы дулат есебек не жоқ, енді бәрін қойып атырмыз ғой енді. Бәріміз қойып атырмыз, жабылып қойып атырмыз. Сонда да қанағаттанбайды деп. Мәселе мен өзімде емес болып тұр ғой жерде. Өткен жол анау Жолтай Әлмеш қат жолдаған маған. Ана тілінде. Ана тілінде соны жауап берген. Драматургия ұлтқа қызмет ету керек деген. Жалпы режиссураға келетін болсақ, режиссерлар айтады, драматургия жоқ дейді, нашар дейді, біздің көңілімізден шықпайды, көп емес дейді. Ал драматургтар айтады, режиссура әлсіреп бара жатыр жылдан жылға. Ұлттық режиссураға тапшырып бара жатырмыз. Бәрі де әлемдік ұмтылаттағыны ұлттық менталитеттен айырылып бара жатыр. Европадан көрген, Мәскеуден көрген көптеген фестивальдар бар, содан үйренгендерін жарқ-жұрқ өткізіп, сахнаға көрсетумен тынып жүр деп әртүрлі кереғар пікірлер айтылып жатыр. Дегенменен біздің режиссурамыздың өзі де жыл сайын әлсіреп бара жатқаны рас. Ұлттық деңгейдегі ұлттық мақтаныш болатындай мынау деп саусақпен нұқып, шұқып көрсететін режиссерлар қадау-қадау ғана қалып бара жатыр. Солардың санының өзі азайып бара жатыр. Оқуды оқиды, бітіреді. Мәскеуден, Петербургтен, осы жерден бітіреді. Бірақ солардың бәрі бу болып шығып кетіп жатыр ма, білмеймін қайда кетіп жатқанын. Мектеп жоқ. Баяғы Әзербайжан Мәмбетов өзімен кетті, мектеп, Әзербайжан мектебі деген бір басталып қалып еді. Бірақ ол жалғаспай тоқтап қалды. Одан кейін енді кімнің мектебі болу керек? Мектеп болу үшін өзі тым болмаса одақ көлемінде танылған режиссер болуы керек. Әлемдік, Әзербайжан сияқты тым болмаса жартылай әлемдік деңгейге көтерілген режиссер сияқты біреулер болу керек. Соның мектебі болуға тиіс. Ал өзі қалып кетіп әрең спектакль қойып жүрген режиссердің қандай мектебі болуға тиіс? Сондан кейін мына ұлттық дәстүр бірте-бірте үзіліп бара жатқан сияқты режиссураның ұлттық дәстүрі. Енді қазір Обаевтардың замандастарының өзі, Есағындардың. Есмұқан Обаевтардың өзі жүр. Ана жақта Құсейін Әмір Темір жүр Қызылордада. Шымкентте Ерғали Оразымбетов. Осымен бітетін сияқты тізім. Ерсайын Тәпенов еді, Павлодар театрынан оны қуып шығыпты. Ол қазір жұмыссыз жүр. Талғат Теменов болса бұл енді олардан жас, жүзде. Енді олардың да құдай сүйер қылығы жоқ. Қазір көп театрдың басшылары өздері пьеса жазып, өздері қоятын ауруға ұшырап жатыр. Қызғанбайсың, театрдың директор бола ма, әкімшілігінде қызмет істей ма, пьеса жазуға әркімнің қақылы, өлеңге әркімнің бар таласы, пьесаны бәрібір жаза береді, бірақ сол репертуарды толықтыратындай ғана, сол театрдың өзінің репертуарына ғана алынып, басқа театрға жарамай қалатын пьесалардың оның болашағы жоқ, соны тықпалаушылар қазір көбейіп кетті. Содан кейін мына бір жаман тенденция басталды біздің қазақ театрларында. Оның бәрі де жергілікті тақырып деген бір бәле табылды. Талдықорған театр ма, немесе басқа театр ма, Петропавл театр ма, немесе бір Павлодар театр ма,
осылардың бәрі де жергілікті өзінің батырлары туралы, билері туралы, болыстары туралы, шешендері туралы пьеса заказ беріп, немесе сол жердегі отан соғысының ардагерлері, немесе еңбек ардагерлері, социалистік еңбек ерлері бұрынғы осында тақырып етіп пьеса жазып, осыны тоғытып жатқандар да бар. Бұдан да арылу қиын болып бара жатыр. Осы мына жершілдік, жікшілдік театрларға да ауысып бара жатыр. Кейбір режиссерларымыз соның құрсауына да түсіп қалып жатыр. Қазір өзі үлкен деңгейден алып қалғанда, мына қазақ режиссурасының өзі жалғасын таппай, үзік болып келе жатыр. Осы үзіліп қала ма деп отырмын. Жастар әлі жоқ, жарқ етіп көрініп жатқан. Бір-екі жігіттер бар еді. Оның бір-екеуі қайтыс болып кетті. Біреулер театрлардан кетіп қалды. Көбісі мына телевидение ақша табатын жаққа кетіп қалады дағыны. Ал ұлттық режиссура деген ұмытылып бара жатыр. Осының арамызда тағы да кикілжіңдер басталады. Ылғи да бұлар сендер драматургия жоқ дей бересіңдер. Ол баса солай болған. Гогольдің кезінде де, Островскийдің кезінде де, Чеховтың кезінде де театрлар бізде драматургия жоқ деген. Өйткені театрдың саны көп, жазатын драматургтердің саны кейде бір қолдың саусағын аспайды. Ал Қазақстанның өзінде 52 театр бар. Ал бір пьеса, сәтті пьеса болғанда да ол көп болса 3 театрда қойылады. Қалған театрлар заңды түрде айтады, сол оның жақ құлаққа кіреді. Бізде жақсы пьеса жоқ деп. Өйткені оған ол пьеса жетпейді, және қоя бермейді, және біздің ұлттық құрамымызда әртүрлі театрлар. Содан келіп, мен оларға айтамын. Өткен жолы тағы да бір пікірлескенде айтқам. Мына орыс театрларында да драматургияның тапшылығы қатты сезіліп отыр. Бірақ олар сендер сияқты жер сабап әлемге жар салып жатқан жоқ, драматургия жоқ деп. Драматургия жоқ кезде ежелден бір қабылданған, жазылмаған заң бар. Драматургия жұтаңын тарта бастаған кезде олар прозаға ауысады. Орыс театрлары Бондаревті, Распутинді, Шукшинді әңгімелерін осыларды сахналап жатыр ғой. Бізде ондай жоқ. Ал бізде қазақта өте мол еді осы. Проза, өйткені сендер прозаны көп оқымайсыңдар. Оқысаңдар, қазіргі шығармалардың, Әбіштің шығармалары, одан кейін кешегі Төленің тұғыры мен ғұмыр деген повестін оқып шықтым. Тамаша классикалық үлгідегі жазылған повест. Осылар сұранып тұр. Киноға десең киноға, сахнаға десең сахнаға. Прозамыз бай. Солардан жасау керек. Бейімбет Майлиннен бастап жөнді оқыңдаршы. Шіркіне мынаны қояр ма деп міндетті түрде сондай шешімге келер едіңдер. Сендер пьесаны оқымайсыңдар, прозаны. Сондықтан режиссураның өзі де бізде драматургты шығаратын режиссерлар жоқ. Кімдер? Олег Ефремовтар қанша драматургты шығарып кетті. Гельманды шығарған Ефремов. Тіпті осы Радзинскийдің өзін алғаш қойған Ефремов. Ерте қайтыс кеткен Сібірдегі Красноярскінің жігіті кім еді? Учени охотаның авторы. Тамаша драматург. Керемет жап-жас кезінде қайтыс болып кетті. Сол махатқа соларды әкеліп қойған осы Ефремовтер. Олег Ефремовтер. Бізде солай драматург, осындай режиссер бар ма? Бәрі дайынға тап болады. Әрине Чехов қойған жақсы, Шекспирді қойған жақсы, Гогольді қойған жақсы, Абайды қойған жақсы. Олардың бәрі де бұрын талай үлгілері пайда болған. Образцы дейміз ғой. Тың режиссерлік шешімге бастамайды дейсіз. Бастамайды. Олардың бәрі де сол классикалық үрдістен айнымай, таймай соны қойып шығаттаған. Мен Шекспирді қойдым, мен Әуезовті қойдым, мен Гальдониді қойдым, деп Вальтерді қойдым, тағы сөйтіп кете береді. Ал өздерінің тапқан драматургтар қайда? Тапса, не аш емес, не тоқ емес, бар емес, не жоқ емес, өлім сүреген бір пьесаларды алып келеді даған, соны жатып келіп өздері мақтайды. Ал мақтауды мен басқа адамдардың емес, сол режиссерлардың, соны қойған режиссердің аузынан, солардың интервьюінен ғана оқимын. Ал бұлай күйінше кете беруге болмайтын шығар, театрға реформа жасауымыз керек деп
Анеуін біраз жігіттер ақылдасқанбыз адамдар менен. Ол қандай реформа? Бұрынғыға жаңалық ойлап табудың қажеті жоқ, бұрынғыға қайтып келуіміз керек. Бұрын қазір барлық облыстың орталығындағы театрлар әкімшілікке тікелей бағынышты. Олар ол театрды жиналыс өткізу үшін пайдаланады. Репертуарының шаруасы жоқ. Театрдың мұқтаждығымен шаруасы жоқ. Үйде бермейді, күйде бермейді, айлықтарын да көтермейді. Атаққа да ұсынбайды қазір. Бұндай жағдайды не істеу керек? Баяғы қалпымызға қайтып келіп, театрдың түгел орталықтандырған қаржыменен мәдениет министрлігіне өткізу керек. Әйтпесе ол қолжаулыққа айналып бара жатыр. Осы міне кеше тағы да айттым, оны жақында беретін шығар, оның мәдениет каналында интервьюімде бәріміз осы Әшірбек, Әубәкір Рахимов бәріміз ақылдасқанбыз. Сұлтанәлі бар, Балғабаев. Бұны қалай қылуымызға болады енді бұны? Мәселен, Шымкенттің өзінде мәдениетті басқаруға шамасы келе ме, келмей ме шаруасы жоқ, бір әйелді отырғызып қойған. Ол бірде әкімшіліктерді істеген, театрға бармайды. Ал соның театрының әкімшілігі әйел шығармашылық жұмысқа тікелей қатты араласады тағын, жұртты жұмыс еткізбейді. Ерғали Оразымбетов қазір соның арқасында жүрегі ауырып, ауруханадан енді ғана шықты. Осы режиссерлер шыдатпайды. Ал біз енді ағаштан жонып режиссер жасаудың алдында азақ тұрмыз. Кадр жоқ, көптеген театрларда бас режиссер жоқ. Бас режиссер болуға тиіс репертуарлық театр болғаннан кейін. Өйткені ол, ал мына Россияның жанында айтқандай, бүгін келіп спектакль қойып, ертең ауылына қайтып кететін режиссер театрдың болашағын ойламайды. Бүгін қойды ма, ақшасын алды, кетті. Және шақырылған режиссер қалай болады? Театр оның қаржысын түгел көтеру керек. Бір ай жата ма, 2 ай жата ма, қонақ үйі, тамағы, суточный командировка дейміз ғой. Ал театр оған барғысы келмейді даған, бір айдың ішінде немесе 20 күннің ішінде спектакльді айдап қуып шығатындар болады. Оны кейін шала бала туады, піспеген дүние сахнаға келеді. Соны кейін барып, мына баланы кім тапты деген сұрақтың алдында, дилемманың сұрақтың алдында тұрамыз даған. Сондықтан ол режиссер міндетті түрде бас режиссер болу керек, көркем жетекші болу керек. Соны кейін бұны екеуін бөлу керек. Қазір барлық жерде бәрі диктатор болғысы келеді, тиран болғысы келеді өздерінше.